Мен Ысқақ Манас Манах Батырұлы 2008-2012 жылдар аралығында Алматы мемлекеттік бизнес колледжінде тамақтандыру кәсіпорнын ұйымдастыру және басқару мамандығын үздік тәмамдадым. Жастайымнан осы тамақтандыру саласына өте қатты қызықтым. Колледжде оқып жүріп, тәжірибеге бардық. Тәжірибеде тәжірибелік сабағымызды өтіп жүріп, сол жерде ең алғаш жұмыс істеп қалып кеттім. Оқуымызды бірыңғай жаңағы тәжірибемен ыңғайластырып жүріп. Осы салада, яғни тамақтандыру өнеркәсібінде жүргенімізге осымен 14 жылдың көлемі болыпты. Жастайымыздан атақты мықты аспаз болды, армандадық. Соның жолында әлі күнге дейін жұмыс істеп келеміз. Қазақ аспаздарын ел таныса екен, шетел таныса екен деп армандайтынмын. Соның жолында қазір Сандық мейрамханасында қызмет етіп жатырмын. Осы мамандықты таңдағаныма ешқашан өкінген емеспін. Керісінше сол алған оқуымыздың, біліміміздің, жіберген жаңағындай алған тәжірибелеріміздің арқасында қазір жемісін жеп жатырмыз десек те болады. Колледжде жалпы білім алған кезде тек қана тәжірибеге емес, одан бөлікте гуманитарлық жаңағындай өзіміздің тарихымызды оқытты, тілді оқытты. Соның арқасында тек қана өндірісте ғана емес, яғни мынау телевидениеде де жаңағындай көгілдір экранға да осы жұмыс барысында шығып үлгердік. Әлі күнге дейін осындай аспаздық, тағам жасау шоу программалар жүргізіп тұрамын. Яғни Қазақстан, Евразия, Хабар деген сияқты телеарналарда жұмыс істеп үлгердік. Яғни бұл мамандықтың жалпы жан-жақты салада қызмет етуге мүмкіндігі бар, өте кең сала деп өзім есептеймін. Және колледжде білім алған кезде рухани патриоттық сезім оянды. Сол кезде армандайтын осы қазақ асханасын неге жаңағындай жаңғыртпасқа, осы салада жұмыс істесем екен, осы салада бір жаңаша бір дүние ашылса екен маған деп. Құдай аузыма салғандай, сол салада қазір 12 жылдан кейін десек болады, 12 жылдан кейін осы салаға түсіп, сол барысында қызмет етіп жатырмыз. Жалпы осы салада тамақтандыру өнеркәсібінде білім алам, үйренем және тәжірибе алам, жұмыс істеймін, еңбек етемін деуші талапкерлерге Алматы мемлекеттік бизнес колледжі өте керемет, сапалы білім ордасы, өте сапалы ұстаханалардың бірі болып табылады. Сондықтан оқуға түсуге бірден бір кеңес берер едім.